Адамға бекерге жала жауып, содан ақша істемек болған. Және сол жала жауып отқанын біле тұрған адам, сол қорғау органдарының қызметкерлерінің басқа жер болсын, соған жәрдем беріп, соған жұмыс істеген адам, ортадан кішкене бір-екеге көрінбе деген адам. Біреуге жала жабу мәселесі сұралып жатыр. Егер адам біреуге жала жапты, сөйтті, содан ақша алу, бір пайда көру үшін жасады да, мысалы дейік. Бір бай адам дейік, соның ақшасын барынша өзіне алып қалайын деген мақсатпен сондай жасап жатыр дейік. Ол жала жапқан адам бір ақшасын тартып алу секілді жала жабуымен екі күнәсі өзінің мойнында. Оның ісіне жәрдемдескеннің барлығы сол күнәда ортақ. Оны заңдастырып берген адам, қағазын туралап берген, сол ортада жүгіріп жүргендер. Өйткені олар біледі. Біле тұра арамға жәрдемдесіп жатыр. Құран Кәрімде وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى дейді. Жақсылық пен тақуалыққа жәрдемдесіңдер. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ дейді. Күнәлі істермен дұшпандықта ешқашан жәрдемші болмаңдар деген. Ол әкеңіз болса да, анаңыз болса да, жамандықты бұйырғанда ешқашан жасалмау керек. Жақсылық жасап жатыр ма? Ол жаман адам болса да, жақсылықты бастады ма? Көмектесіңіз онысына. Құранның үкімі осындай. Соның ішінде мұндай адамдар Алла Тағаланың алдында қор болады кәдімгідей. Өйткені өмір деген өте қысқа. Өтіп Алланың алдына барады. Мұндай адамдарды білсеңіз, сіздің шамаңыз келетін болса, қайтарып тастайтын жағдайды жасау керек. Заңды түрде болсын, немесе бір сөзіңіз өтетін адам болса, айтпаса, керек болса, қолмен мойнын бұрап алатындай болу керек. Не істеп жүрсің сен иттің баласы деген секілді, сондай ауыр сөздерді қайтарып тастайтын болу керек. Шамаңыз жетсе, жамандықтан үнемі қайтарыңыз. Ол кейде болады. Сіздің туысыңыз болады, ініңіз болады оны істеп жатқан ондай нәрсе. Өткенде бір жігіт айтады, Астанаға барған уақытымызда дейді, бір ағамыз бар еді дейді. Енді оны елдің бәрі мақтайды дейді, ойбай сұмдық, қызметі өскен, байып кеткен, ақшасы да көп, бұндай сондай деп адамдар мақтады дейді. Мен өзім араласып көргенде кейін бір бардым дейді, сөйтіп Астанаға жұмысқа ауысып барған екен. Сол жерде жұмыс істеп жүріп, жаңағы ол намаз оқып жүрген жігіт жаңағы. Сонымен жаңағы кездесіпті, ағасы деген туысы болып келеді екен. Сонымен айтты дейді, ана жерде бір үйім бар менің, соған тұрасың ба деп айтады. Елді жылатып тұрып тартып ақ қойған үйім деп мақтанып жатыр дейді. Қой дедім дейді. Онда мына жерде жалдап тұра берейін өзім депші. Біреудің көз жасын ағызып тұрып тартып алған үйінде тұрып, оны мәз таппаспын мына жерде деп. Аулақ кетейін депші, құрсын деп. Сонда адамдар істеген ісін мәз болып айтуы да мүмкін ондай. Ондай шамаңыз келе ме қайтарып тоқтату керек бұндай нәрсе. Өйткені зұлымдық деген нәрсе, арамдық деген нәрсе жалғаса бермеу керек, жалғасын таппау керек, тоқтау керек ол. Соның үшін әрбіріміз бұл нәрсеге иншалла атсалысайық.